Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге артрит пен артроз жайлы ақпаратпен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Артроз буынның оңай қозғалуына мүмкіндік беретін буын капсуласының деформациясымен үйкелуі. Әдетте артроз 45-50 жастан кейін пайда болады және де дене табиғи қартаю процесінің нәтижесі болып табылады. 60 жастан асқан қарт адамдардың ауруы 80% жағдайда аяқтарының ауырсуына шағымданады. Жастарда артроз көбінесе жарақаттан кейін дамиды. Көбінесе кәсіби спортшыларда диагноз ретінде қойылады. Көбінесе артроз тізе, тобық, жамбас буындарында кездеседі. Музыканттар жиі білезік буындары мен саусақтардан зардап шегеді. Артроз өздігінен баяу жүреді, сондықтан да алғашқы кезеңде симптомдары аз байқалады. Артроздың белгілері. Негізгі симптом бұл ауырсыну. Ол қозғалыс кезінде немесе физикалық жұмыс жасағаннан кейін буындардың ауруы. Терең дыбыс. Сүйектердің үйкелу нәтижесінде пайда болатын қытырлаған дыбыс. Қозғалыстың қаттылығы. Тек ауру буынының қозғалысы бұзылады. Сыртқы түрлері. Шеміршектің деформациясы болуы мүмкін. Кейінгі кездері ол ісінуі мүмкін. Артрит. Артроз әдетте 45 жастан асқан адамдарда диагноз қойылады. Артрит кез келген жаста пайда болуы мүмкін. Бұл ауру буындарда жүретін, бірақ бірден бүкіл денеге әсер ететін қабыну процесі. Ауру иммундық жүйенің бұзылуымен де байланысты. Артрит белгілері. Артрит артроздан айырмашылығы қозғалыс кезінде ауырсыну азаяды. Көбінесе ауырсыну түнде, таңертең демалыс кезінде күшейеді. Буындар ісінеді. Буын аймағы қызыл және ыстық болады. Қан анализінде қабыну реакциясы байқалады. Буын аймағында тығыз түйіндер пайда болуы мүмкін. Артритпен ауырған адамдарда мыналар байқалуы мүмкін. Құрғақ көз, әлсіздік, қалтырау, ұйқышылдық, псориаз және де ауа райына тәуелділік болуы мүмкін. Артрит пен артрозды емдеу жолдары. Артрозды ортопедтер, невропатологтар, ревматологтар емдейді. Негізгі әдіс ауыратын буынға күш салмау және де бұлшықетті күшейту. Ауыр жағдайда гиалурон қышқылы мен инъекциялар тағайындайды. Бұл буынды майлауға көмектеседі. Алайда, буын ауруларынан толық емдеуге арналған құрал әлі де табылған жоқ. Артритті ревматолог емдейді. Оңалту күресі оның нақты түріне байланысты. Дәрігерлер антибиотик және де гормондар беруі мүмкін. Емделу режимі әдетте мыналардан тұрады. Ауырсынған немесе қабынған буынға арнайы дәрі-дәрмектер береді. Физиотерапия және де диетаға отырғызады. Ішкі организмде зақымдалған болса, оларға да дәрі-дәрмектер береді. Аурудың алдын алу. Салмақты бақылау. Бұлшық етке шамадан тыс көп күш салмау және де өз салмағыңызды бақылауыңыз керек. Орташа физикалық белсенділік. Олар қан айналымын жақсартады, бұлшық ет көрсеткішін нығайтады. Бұл буындардың сау күйін сақтау үшін өте маңызды. Диета ұстау. Бұл аурудың алдын алу үшін дәрігерлер жануарлар майы мен қызыл ет мөлшерін азайту керек деп айтады. Бірақ балық өнімін мәзірге қосып, көп су ішіңіз дейді. Аяғыңызға ыңғайлы ортопедиялық аяқ киім немесе ұлтарақ киіңіз. Сіздермен болған Арайлым. Бүгінгі ақпарат қызықты немесе пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.